Саламатсыздар ма? Арнама қош келіпсіздер. Сіздермен бірге Диана. Бүгінгі видеода біз осындай мерекелі дастарханға дәмі өте керемет және көрінісі өте тамаша болатын холодец дайындаймыз. Алдымен керекті заттарымызды дайындап аламыз. Мен осылай 2 сиырдың аяғын алып, 2-ге бөліп, кейіннен тағы да осылай бөліп алдым. Астыңғы жақтарын барлығын алып тастадым. Міндетті түрде тазалап жуып аламыз. Үлкенде ыдысқа саламыз. Менде бұл қазан. Астына осылай аяқтарымызды жайғастырамыз. Және осы 2 аяққа менде тура 1 килограмм ет қостым. Етіміз жайғастырып болған соң үстіне су қосамыз. Шамалы етімізді асып тұрға жет. Мен осындай 7 литр су қостым. Газым үстіне қойып, максимал отқа қоямыз. Мінекей отымызда қайнап шығайын деп жатыр. Осы пенка суын, бірінші суын төгіп тастаймыз. Етімізді бір шайып жіберіп, үстінен басына бастап су қосамыз. Мінекей қайнап шықты, екіншісінде пенкасын алып тастаймыз. Ең төмен отқа қойдым, міне осылай қайнап тұрыпты. Дәл осында мен тура 8 сағат қайнаттым. Мінекей 5 сағат өткен соң сәбізімізді салдым. Қаласаңыздар пияз салсаңыздар да болады. Мен бірақ жай ғана сәбіз салып шығарып алдым, жарты сағат қайнатып. Тағы да мінекей 1 сағат қайнатқан соң үстіне перец, горошок перец қостым. Және міндетті түрде тұз. Дәмге қарай тұз қосасыздар. Себебі етіміз тұзсыз болып қалуы мүмкін. Сондықтан пісуіне где-то 1 сағат қалғанда тұз қосамыз қыздар. Мінекей осы почти дайын болып тұр, мін ылбырап, сүйегінен ажыратып тұр еттеріміздің барлығы. Осылай тағы да дәмі кіргенше бір жарты сағат, 1 сағаттай тағы да қайнатамыз төмен отта. Мінекей осылай дайын холодеціміз, етіміз мінекей пісіп кеткен, кәдімгідей көрініп тұрыпты, сүйегі ажыралып, еттің барлығını сүзіп аламыз. Мінекей етіміздің барлығын алып болдық. Енді осы сорпасына сарымсақ қосамыз. Сарымсақ қосқан соң отты максималға көтеріп, тура 1 минут сарымсақты қайнатып жібереміз. Өшіріп сорпаны сүзгіден сүзіп аламыз. Сол сәтте ыстық етімізді алып, турап аламыз. Осындай сүйектерін алып тастаймыз. Ыстық кезінде жасамасақ, қайтып бұл етіміз өзіне жабысып қалады. Еттерімізді осылай вилка көмегімен немесе пышақ көмегімен кесіп аламыз. Өте жұмсақ, сондықтан осылай вилкамен бөлінсе, бөлініп жатыр өзі етіміз, көрініп тұрыпты. Барлық етімізді турап аламыз. Етіміз турап алдық және оформление қойылатын заттарымыз барлығын турап аламыз. Осылай пиалаға жасадым. Формамен кесіп алынған сәбіз, бөденен жартыға бөлінген осындай жұмыртқасы және астық жағына кинзаны осындай жапырағын салдым. Орта жағына бұршақ салсақ болады. Бұл міндетті емес, тек өздеріңіз қалауларыңызбен жай ғана осындай мерекелі дастарханға немесе күнделікті жеуге жасасаңыздар болады. Астыңғы жағына осылай еттеріміз салып, етіміз салған соң жақсылап үстін бастырып жібереміз. Екінші ыдысымыз көрсетіп жатырмын, жай ғана пластик ыдыс. Астына осындай бөдене жұмыртқасын қоямыз. Өзіміз қалаған формамен қалаған жағыңызды қаласаңыздар қойсаңыздар болады. Дәл осындай сәбіз, бұршақ және кинзаның жапырағын салып, үстінен етімізді тереміз. Осылай етіміз салып болған соң міндетті түрде қолымызбен ақырында басып жібереміз үстіне, себебі сорпа қойғанда жоғары жаққа қарап көтеріліп кетеді. Сүзіп алған сорпамызды осы салынған формаларымызға құйып тастаймыз. Аз-аздан құйып барамыз, бірден қатты құйып жібермейміз. Міне осылай құйылған холодецтеріміз үстіне пищевой пленка немесе үстін жауып, холодильникте 4-5 сағат қатырамыз. Мінекей дайын кезі сіздерге көрсетіп жатырмын. Пиаладағын астының ақырында болсын пышақпен ашып жібереміз және ыдыстарымызға, өзімізге ыңғайлы керекті ыдыстарымызға саламыз. Мінекей осылай пластик ыдысты ашу жолы, екі жағына осылай тартып жібереміз және ыдысымызға қоямыз. Мінекей осылай холодецтеріміз дайын. 4 сағат шамасында менде осылай холодильникте тұрды. Мерекелі дастарханға өте
көрінісі де тамаша, дәмі де өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Диана. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеоның пайдасы тиіп ұнап жатса, арнама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.